Жыланның үш жапырағы. Ағайынды Гриммдер. Әлдебір патшалықта бір кедей адам өмір сүріпті. Кедейліктің шегіне жеткені соншама, өсіріп отырған ұлына ішіп жерлік тамақ тауып беруді де қиынға соғыпты. Ақыры бір күні ұлы оған былай депті: «Ардақты әкешім менің, сіздің бізді асыраймын деп соншалықты қиналғаныңызды сезіну мен үшін де ауыр болып тұр. Бұлайша қиналып жүргенше маған рұқсат беріңіз, үйден кетіп, өз тамағымды өзім тауып жеуге тырысып көрейін». Әкесі ойлана келе ұлының ұсынысына келісіп, оған батасын беріп, қимай қоштасып қала беріпті. Сәтіне салғанда дәл осы уақытта бір құдіретті король көрші мемлекетке соғыс жариялағалы жатқан екен. Жас жігіт патша әскеріне қызметке алынып, соғысқа аттанып кетеді. Сөйтіп екі жақтың әскері бетпе-бет келіпті. Шайқас басталған кезде ғана бозбала өзінің қандай қатерге бас тіккенін білді. Қорғасын оқ, бұршақтай жауып, жанындағы қаруластары бірен кейін бірі қаза тауып жатты. Бас сардар қаза болды деген кезде әскерлер тіпті шегініп қаша бастаған болатын. Бірақ дәл осы кезде біздің жігіт жауынгерлерді сөзбен жергілендіріп, «Отанымыздың жеңілуіне жол бермейік, алға!» деп айғай салады. Қашпақ болғандар да еріксіз мұның соңынан еріп алға ұмтылады. Бұлар сөйтіп жаудың шабуылын біржола тойтарып жеңіп шығады. Жеңіске осы жігіттің жүректілігі арқылы жеткенін естіген король оны саптың алдына шығарып, мадақтап, мол байлықпен марапаттайды. Осыған қоса жігіт осы патшалықтағы ең жоғарғы лауазымды шенеунік етіп тағайындайды. Корольдің өте сұлу, бірақ мінезі де аса кінәмшіл қызы бар екен. Ол өзінің болашақ жары болатын адамды таңдауда мынандай шарт қойған екен: «Егер де мен жұбайымнан бұрын өмірден өтетін болсам, ол менімен бірге тірідей көмілуі тиіс. Мен осыдан тартынбайтын адамға ғана тұрмысқа шығамын» деп өз-өзіне ант беріпті. «Егер де ол мені шын сүйетін болса, деп ханшайым, мен өлгеннен кейін оған өмірді сүрудің қажеті қанша?» Ханшайымнан сырттай дәмелі ханзадалар мен мырзалардың бәрі оның бұл қисынсыз антына қорқып, оны айттыруды қашады. Тек оның ғажайып сұлулығынан басы айналған біздің бозбала ғана ештеңеге қарамастан қызына үйленбек болады. Сөйтіп корольдің өзіне барыпты. «Жарайды, солай болсын делік», дейді король. «Бірақ сен қандай ант беретініңді білесің бе?» «Егер де жарымның соңында қалар болсам», дейді бозбала, «молаға онымен бірге көмілуге тиіспін. Бірақ менің оған деген махаббатымның ұлылығының қасында маған бұл сынақ ешқандай қорқынышы емес», дейді. Осыдан кейін король оған ықылас батасын беріпті. Екі жастың үйлену тойы зор салтанатпен өтіпті. Жас жігіт өзінің сүйіктісімен бірге махаббат пен татулықта өмір сүріп жатқанына біршама уақыт өткен кезде олар мынандай бір бақытсыздық жағдайға тап болыпты. Сұлу ханшайым дауасыз дертке шалдығыпты. Қанша тырысса да ешбір дәрігер оны емдей алмапты. Ақыры ол жан тапсырғанда жас жігіт кезінде оған берген уәдесін ойлап қамығады. Әйелімен бірге молаға тірідей көмілетінін ойлаған кезде ол қорқыныштан қалтырап кетеді. Бірақ бұдан бас тартатын еш жағдайда жоқ еді. Король барлық қақпаға көсет қойып тастаған, енді бұл тағдырдың салғанына көнуге тиіс еді. Жерлеу күні жеткен кезде ханшайымның денесі корольдік сағанаға түсіріледі. Жұбайы жас жігітті де бірге кіргізіп, сағананың есігін құлыптап жауып тастайды. Жас жігіт сағана ішіндегі табыттың жанына үстел қойылғанын көреді. Онда 4 шам, 4 бөлке нан және 4 құты шарап қойылған екен. Аз уақыт қорек қылатын осы тамақпен сусын таусылған кезде жас жігіт ашығып отырып өмірінен қоштасуға тиіс екен. Сөйтіп ол моланың ішінде қайғыдан қапа болып отырған қалпы күйіне тіліне нан қана жеп, бір жұтым шарап қана ішіпті.
Бірақ ажалдың күні күн сайын біртіндеп таяп келе жатқанын, әлсіреп бара жатқанын сезіп отырады. Таяу арада бастан өткерер ауыр халді ойлап қайғырып отырғанда жас жігіт кенет сағананың бұрышынан табытқа қарай жорғалай жылжып келе жатқан жыланды көреді. Ол табытқа таяй түседі. Жас жігіт жылан әйелімнің мәйітін кеміруге келе жатқан болар дейді. Сөйтіп ол қолына семсерін ұстап тұрып, менің жаным бойымда тұрғанда оған жақындаймын деп ойлама дейді де жыланды үшке бөліп шауып тастайды. Аз уақыт өткенде бұрыштағы тесіктен тағы бір жылан жорғалап шығып келеді. Бірақ ол алғашқы жыланның бөлшек болып тұралып жатқанын көріп, әп-сәтте ініне қайта кіріп кетеді. Сөйтеді де езуіне 3 жасыл жапырақ тістеп алып қайта оралады. Ол өлген жыланның 3 бөлігін тірі кезіндегідей біріктіріп жинайды. Әр бөліктің ортасына бір жапырақтан тастайды. Сол сәтте семсермен шабылған бөліктері еш ізсіз шалғанған жыланға жыбырлап жан бітіп тіріледі. Сөйтеді де 2 жылан жылдамдатақ жорғалап ініне кіріп кетеді. Әлгі 3 жапырақ жылан тірілген орында қалып қойған. Мұндай ғажайыпқа куә болған бозбаланың басына жыланды қайта тірілткен бұл жапырақтардың әлдебір ғажайып тылсым күші бары анық. Мүмкін адамға да дәл осылай әсер ететін шығар, неге солай жасамасқа деп ойы келіпті. Сөйтіп ол жапырақтарды теріп алады да біреуін марқұм әйелінің ерніне, келесі екеуін көзіне қояды. Осылай әрекет жасай бастағаны сол еді, әйелінің қан тамырлары қайтадан бұлқылдай соғып, сұп-суық беті қызыл шырайлана бастайды. Жары терең тыныс алады. Көзін ашып, «О, Құдайым, мен қайда жатырмын?» деп таңдана сұрайды. Жас жігіт сонда, «Сен менің жанымдасың, сүйікті жан жарым» деп жауап береді. Ол осыған дейін болған оқиғаның бәрін жарына баяндап беріп, оның өмірге осылайша қайта оралғанын айтады. Сөйтіп ол ханшайымға шарап пен нан ұсынып ауқаттандырады. Тамақпен қоректенген әйелі біртіндеп әл жинап сергіп қалады. Сөйтіп жарын табыттан тұрғызып алған соң екеуі сағананың есігіне келіп, бар даусымен айқай салып, ұрғылай бастайды. Оны жоғарыдағы күзетші естиді де корольге баяндайды. Король өзі келіп сағанаға түсіп, есікті ашады. Өлді деген қызы мен күйеу баласының тірі әрі сап-сау екендігін көріп, бастарына түскен ауыр қайғы қасіреттен аман құтылғанына король шексіз қуанады. Жас жігіт жыланнан қалған 3 жапырақты сағанадан ала шығады. Сөйтеді де өзінің сенімді қызметшісіне, «Мұны өзіңмен бірге әрдайым мұқият сақтайтын бол, қандай жағдай болмасын, өзіңмен алып жүр. Мүмкін мұның бізге алдағы күндерде тағы да керек болып қалмасын, кім кепіл?» дейді. Сөйтіп өмір сүріп жатқан кінәмшіл ханшайымның мына қылығы жөнінде айтқан жан болмақ, оның өмірлік көзқарасында құрт өзгеріс болады. Ханшайымның өзіне қайтадан өмір сыйлаған сүйікті жұбайына деген сүйіспеншілік сезімі суып кетпес еді. Осы кезде жас жігіт теңізді көктей өтіп жүріп барып, артта қалған кәрі әкесіне сәлем беріп, жолығу үшін зайыбымен бірге кемеге отырады. Өзін өлімнен құтқарған жұбайына деген махаббатына адал сезімін жоғалтқан ханшайымның көңілі осы кеменің иесіне ауған еді. Сөйтіп бір күні жас жігіт ұйқыға кеткен кезде әйелі кемешіні шақырып келіп, екеуі оны бас аяғынан ұстап көтеріп алып, кеменің жиегіне теңізге лақтырып жібереді. Бұл қатыгездікті жүзеге асырған соң ол кемешіге, «Енді кемені кері бұр, үйге қайтайық, әкеме күйеуім жолда қайтыс болды деп айтамын. Мен сені әкемнің алдына беделіңді асырып мақтайтын боламын. Сонда ол мені сенімен үйлендіреді. Уақыты келгенде король тәжінде саған беретін болады» дейді. Бұл сұмдықтың бәрін естіп көріп тұрған адал қызметшісі кішкентай қайықты кемеден білдіртпей ағытып алып, қожайынның соңынан жүзіп жетеді. Сатқындардың алыстап кетуін күтеді. Қызметшісі қожайынын судан шығарып алған кезде әлдеқашан өліп қалған екен.
бірақ әрдайым өзімен бірге алып жүрген жыланнан қалған 3 жапырақтың көмегімен қожайынын әп-сәтте тірілтіп алады. Сөйтіп олар қайықтың ескегін күні-түні бар шамасын жылдамдықпен есе береді. Кішкентай қайықтың теңізбен жылдам жүзгені соншама, үлкен кемеден бұрын айлаққа жетіп, кәрі корольдің алдына келіп үлгереді. Күйеу баласының өзі ғана жалғыз оралғанына таңданған король одан жолда не жағдай болғанын анықтап сұрайды. Король өз қызының зұлымдық іс-әрекеті туралы естігенде, оның осыншама ақымақтыққа барғанына сенгім келмейді, бірақ көп кешікпей шындық айқын болады дейді. Сөйтеді де күйеу баласы мен оның қызметшісіне біршама уақытқа жасырын бөлмеге кіріп, ешкімнің көзіне түспей тасалана тұруды сұрайды. Біраздан соң кемеде жағалауға жүзіп кетеді. Басым, қаскүнем қызы қайғыға батқан кейіпке еніп, әкесінің алдына келеді. Король сонда қызынан: «Неге өзің жалғыз оралдың? Жұбайың қайда?» деп сұрайды. «Ойбай әкешім-ау» деп жылап, қызы: «Мен үйге ауыр қайғы арқалап келіп отырмын. Жүзіп кетіп бара жатқанымызда күйеуім кенет сырқаттанып қаза болды. Егер мына мейірімді кемеші маған, мен сенің онда жұбайыңды тірілтіп берейін» деп көрші бөлмедегі күйеу баласын шақыруды бұйырады. Күйеу баласы шығып, болған жайтқа қарап, қатты ызаланады. Король қызын жазалап, бар байлығын күйеу баласына қалдырады. Бұл оқиғадан алатын сабақ өте көп. Әрқашанда біреудің істеген жақсы қасиеттерін бағалап, қадіріне жете білейік. Тыңдағандарыңызға рахмет. Әңгіме ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.